Мектеп кіреберісінде қос жеңімпазымызбен олардың жетекшісін құрметпен қарсы алу рәсімі ұйымдастырылды. Мектеп ұжымы оқушылар жүлдекерлерді қошеметпен қарсы алды. Одан әрі мектеп акт залында қызыл кілем төселіп, салтанатты түрде құрмет көрсетілді. Финбридж мектебінің директоры Азамат Есполұлы шәкірттерге арнайы дипломдар мен сыйлық табыстады. Біздің ұстаздарымыздың, біздің мектебіміздің өзінің достарының мақтанышы болып жүрген, өздеріңіз білесіздер, Рахманқұл Димаш бірінші орынмен математика олимпиадасынан жеңімпаз болып келді. Құттықтап қойсаңыздар. Осы олимпиаданың жетістігінің нәтижесінде қаламыздағы беделді университеттердің бірі Мұхтар Әуезов университетіне грант жеңіп алды. Біздің мектептің атынан кішкене сыйлық Димашқа, Әдиге екеуіне де менің атымнан құтты білік кітабы. Бұл білімдеріңді арғы қарай шыңдауға, өмірге деген көзқарастарыңды нықтауға Алла қаласа жәрдем береді. Бұл күннің тағы бір сүйінші жаңалығы 11-ші сынып оқушысы Рахманқұл Димаштың қаламыздағы Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетіне мемлекеттік білім грантын жеңіп алуы. Бұл оқушының табанды еңбегі мен білімге деген құштарлығының жемісі. Алайда Димаштың өзі жоғарғы ұпайға қол жеткіземін деп ойламаған едім дейді. Енді олимпиада қиын болды. Бір қиын есептер көп болған, бірақ өзімше ойлаған результат аз шығады деп ойлаған. Кейін маған нәтижесін хабарласқанда өзім көңіл күйім сәл түсіп қалған еді. Өйткені 42 балды аз жинап қалды деп ойлап қалғанда, бірақ кейін результаттарына қарасам, ең нәтижесіне мен бірінші орын деп шыққан екенмін да, 7-ші орында. Өзім үшін бұл қуанышты болған, өйткені олимпиада өзі есептер көбісі қиын болған. Мысалға есептердің көбісі калькулятормен есептеу керек еді. Адам миымен сәл қиынырақ болатын. Ал бізде калькулятор болғандықтан ол есептер сәл өз адам ойында бір сәл ойлану қиын болған. Олимпиадада жүлделі орынмен оралған тағы бір оқушы Мәди Құланшы сайыс қиыншылығымен есте қалды дейді. Алайда мұнымен тоқтамай басқа қырларымды да шыңдасам дейді Мәди. Алдағы жоспарым только математика емес, IELTS тапсыру. Мен таңдап жатқан мамандығым архитектура. Себебі мен сурет салғанды ұнатамын, және де сызба өнерінен жақсымын. Бірақ менің апайларым айтады, только бір мамандықпен шектелме дейді. Кемінде мысалы үш мамандық таңдаған өте дұрыс деп ойлаймын. Сонымен қатар оқушылардың жетекшісі Гүлмира Мәуленовамен де сұхбат құрған едік. Оның айтуынша ұстаздардың еңбегі қақ. Алайда оқушылардың өздерінің талпыныс ұмтылыстары болмаса, нәтиже шығару қиын дейді. Бұған дейін де біраз оқушылар дайындадым. Бұлардың өздері де еңбекқорлығымен, ізденімпаздығымен талаптанып, осы олимпиададан жеңімпаз атанды. Олимпиададан орын алу өте үлкен жетістік, оңай емес. Қажырлы еңбекті талап етеді. Екеуі де дарынды оқушылар. Димаштың өзі ядерная физикаға оқуға түсемін дейді, арманына жете берсін. Мәди енді қазір 10-ші сыныпта ғой, әлі 1 жыл бар. Оларға тек сәттілік тілеймін. Жалпы Димаш пен Мәдиден бөлек неше баланы осындай олимпиадаға дайындап жатсыз? Олимпиадаға дайындап шығару оңай емес ол. Мысалы, былтыр мен Гүлден деген оқушыны ғылыми жобадан дайындадым. Ғылыми жобада да осындай бірінші, екінші турлары бар. Бірақ біз республикадан орын ала алмай қалдық. Бірінші турдан өтіп, екінші турдан өте алмай қалдық. Республикадан орын ала алмай қалдық. Жылда 1-2 оқушы дайындаймын. Салтанатты шара барысында жеңімпаз оқушылары мен жетекші ұстазға сұхбат ұйымдастырылды. Олар өз әсерлерімен бөлісіп, жетістікке жету жолындағы қызықты сәттерімен ой бөлісті. Финбридж мектебі дарынды жастардың мекені екенін тағы да дәлелдеді. Біз шәкірттеріміздің болашақта биік шыңдарды бағындыратынына сенімдіміз.